Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін бізде бірінші сынып 89-шы сабақ теңдік және теңсіздіктер деген ұғымдармен танысамыз. Жалпы, теңдік және теңсіздік дегеніміз не? Бірінші суретке назар аударатын болсақ, мынау екі жақта да бізде теңдей көйлектер бейнеленген екен, иә? Мына жақта екі көк көйлек, бір сары көйлек. Мына жақта екі сары көйлек, бір көк көйлек. Осыларды салыстыратын болсақ, біз ортасына тең деген белгі қоямыз. Яғни бұндай жағдайда теңдік деп аталады екен. Екінші суретке қарайық. Мына жағымызда үш қыздардың көйлектері салынған, ал мына жақта ұлдардың 6 костюмы бейнеленген екен. Бұл екеуін салыстыратын болсақ, 3 кем 6-дан деп айтамыз. Яғни ортасына осындай белгілер қойылса, үлкен немесе кіші деген белгілер қойылса, оны теңсіздік деп айтатын боламыз. Мына екі қосылған бір дегенім, екі көк көйлекке бірі сары көйлекті қос деген сөз. Сонда мәні 3-ке тең болады, мұны жазылып тұр. Ал 3 қызыл костюмге 3 көк костюмді қосса, ол 6 шығады. Демек, 3 пен 6-ны салыстырсақ, 6 артық 3 тең болады. Екінші есеп, ұлттық киімдерді санап, сурет бойынша теңдіктер мен теңсіздіктер құр дейді. 4 артық 2-ден дегеніміз, ол мына 4 көк көйлек, 4 көк костюм мен 2 қызыл костюм салыстырсақ, яғни мына 4 артық деген сөз. Ал қыздардың көйлектерін салыстырсақ, 2 сары көйлек пен 1 көк көйлекті салыстырсақ, әрине мына 2 көйлек артық болады. Келесі, мынау бірінші қатарда тұрған қыздар мен ұлдардың көйлектерін салыстырсақ, 2 мен 2-ні салыстырсақ, ол бізде теңдік екен. Сонда мынау мен бірінші және екіншіміз теңсіздік болады, ал мынауымыз теңдік болады. Келесі, мына жерде теңсіздік құр деген екен. Теңсіздік деген ол бірінші ұлдардың костюмдерін қосайық. 4-ке 2-ні қоссақ, 6 шығады. Ал 2-ге 1-ді қоссақ, 3 шығады. Екеуін салыстырсақ, ұлдардың көйлектері артық екен. Келесі теңсіздігіміз, ол 2-ге 1-ді қос деп отырғаным, ол қыздардың көйлектерін қосамыз. 2-ге 1-ді қоссақ, 3 шығады. Және 4-ке 2-ні қоссақ, 6 шығады. Бұл да бізде теңсіздік болады екен. Үшінші есепте өрнектерді салыстыр, оларды түсіндір. А деп отқанымыз, ол мәні 2-ке тең. Б деп отқанымыз, ол мәні 3-ке тең. Демек, біз көрсетілген мына өрнектерде А-ның орнының бәріне 2 қоямыз. Мына жерге 2, мына жерге 2, мына жерге 2 қоямыз, мына жерге 2 қоямыз. Ал Б-ның орнына 3 қоямыз, мына жерге 3. Б тұрған жердің барлығына 3 қоямыз да есептейміз. 2-ге 2-ні қосамыз, 4 болады, ал мына 2 болып тұрады. 2-ні салыстырсақ, 4 артық 2-ден болады. 2-ге 2-ні қосамыз. 2-ге 2-ні. Бірінші 2-ге 2-ні қосып аламын, мына жерде. Ол 4 болады. 2-мен салыстырсақ, 4 артық 2-ден болады. Келесі 3-тен 3-ті азайтамын, 0 болады. Оны 3-пен салыстырсам, 3 артық 0-ден. Келесі соңғы өрнек, 3-тен 3-ті азайтамын, 0, оны 3-пен салыстырсақ, 3 артық 0-ден болады. Төртінші есеп, әр суретке сәйкес келетін өрнектерді таңда. Бірінші, мына жерде бір сырға бар, оған қосамын 3 көк сырғаны. Сонда ол 4-ке тең болады. Ол бізде мына өрнекке сәйкес келеді екен. Оны міне жазып қойдық, Келесі, мынау өзі жалпы 5 білезік. Одан мына 2 білезікті алып тыста дейді. 5 азайтылған 2, ол тең 3-ке. Ол мына өрнекке сәйкес келеді екен. Келесі, бізде 1 қызыл сырға және оған қосамын 3 көк сырға, 6 көк сырғаны. Сонда ол 7-ге тең болады. Ол бізде қайсы? Мына өрнек екен, Оны да жаздым. Келесі, 5-ші есеп. Есепке сұрақ қой, есептің қысқаша жазылуын тап. Бірінші, мерекеге арнап 20 әйелдер, 50 ерлер костюмі тігілді.
Әйелдердің костюмын 20, ерлердің костюмын 50 деп жаздық. Енді қаншаға артық дейді. Яғни ерлердің костюмы әйелдердің костюмына қарағанда қаншаға артық. Ол үшін бір санның екінші саннан артық не кем екенін табу үшін азайту амалын қолданамыз. 50-ден 20-ны азайтсаң 30. Демек, ерлердің костюмы әйелдер костюміне қарағанда 30 үштікке артық тігілген екен. Екіншісі, тағы да осылай шартын құрамыз. Әйелдер костюмы 20, ал ерлер костюмы 50. Барлығы қанша? Шешуі мен жауабын жазайық. Шешуі, жауабы. Енді барлығын табу үшін біз әдетте қосу амалын қолданамыз. 20 қосылған 50, ол тең 70-ке. Демек, жауабы барлығы ерлер мен әйелдерге 70 костюм тігілді. Келесі 6-шы есеп. 6-шы есепте берілген өрнектердің мәнін тауып есепте дейді. Бірінші, мына жерде бізде асында 20 қосылған 30 қосылған 10 тең. Бірінші 20-ға 30-ды қосып алсақ, бұл жерден 50 шығады. 50-ге 10-ды қоссам 60 шығады. Келесі, екіншісі 60 азайтылған 10 азайтылған 20 тең. 60-тан 20-ны азайтсам 50 болады. Енді 50-ден 60-тан 10-ды азайтсақ 50 болады. Енді 50-ден 20-ны азайтайық. Ол тең 30 болады. Үшінші есеп, жанына жаза берейін. 50 азайтылған 10 азайтылған 10 дейді. 50-ден 10-ды азайтсақ 40 болады. 40-тан 10-ды азайтсақ 30 болады. Келесі 50 қосылған 30 қосылған 10 тең. 50-ге 30 қоссақ 80 болады. 80-ге 10-ды қоссақ 90 болады. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз, 89-шы сабағымыз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.